сәлем 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 достар, кеш жарық. Барлықтарыңызға сәлем. Тағы да қалдарыңыз қалай, демалыс күндеріңіз қалай өтті? Достар, мен бір кішігірім видео түсірейін деп шештім. Көріп тұрғандарыңыздай жаңа петличка сатып алдым. Кішкене микрофонын өзгертейін деп. Дыбыс қалай жазатынын нақты білмеймін. Бірінші рет қолданып отырмын. Сол себепті міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіздер, қалай шықты видео дегендей. Енді тексеру мақсатында түсіремін бұл видеоны. Түріме бермеңіздер, тоқтан шықтым. Енді қазір бүкіл денемнің барлығы дұрыстан кейін тырысып тұр, жарылып. Терім өте құрғақ. Сол үшін қазір кішігірім оғат жасап, нәрі істермен әңгіме деген құрғым келіп тұр. Сіздерге көрініп тұр ма, жоқ? Мына жерде бір шырам пайда болыпты. Қайдан екен? Петличкамен түсіргеннің бірі жақсы жері еркін қимылдай аласың, дауыссыз барлығы естіледі қалай қимылдасаң да. Ал микрофонға тым жақын отыру керек болады. Достар, менде осындай маска қалыпты. Үнемі маскала көп қылып қоямын. Әртүрлі. Енді жиі қолданбаймын, өкінішке орай. Міндетті түрде холодильникте тұрады. Қазір біреуін таңдап бетім қоймасам, бетім өте қатты тырысып тұр. Бізде бірінші 4-те 1 құрамында церамид бар екен. Ылғал береді, тонер, эссенция бар дейді. Бірінші маска, қазір көрейін. Екінші эссенция маска. Успокаивающая дейді. Түсінікті. Одан кейін біреу маған маска сыйласа қуанып кетемін. Мұнда очищающий, тазартатын және ылғал беретін күріштен жасалған. Одан кейінгісі гиалурон, салқындандыратын екен. Күн ыстық кезге жақсы. Және соң қызым бізде.
сілтеп жіберген баға. Неге олай деп ойлаймыз өйткені квартиралардың жағдайы ол бағаға сәйкес келмейді. Жалпы мен Қарағандыда көп байқағаным. Мұнда көп пәтерлерді заттары ескі, баяғы заманнан қалып қалған, жиһаздары ескі, бірақ ремонт жоқ. Бірақ сол пәтердің иелері, мен барынша қазақша сөйлеуге тырысып жатырмын, орысша сөздер қолданбауға тырысып жатырмын. Бірақ енді әдет болып қалған ғой бізде. Пәтердің иелері ол пәтерлерін ешқандай ремонт жасамай, жөндеу жұмыстарын жасамай, жиһаздарын ауыстырмай, іші қалай кішкене нашар кетеді, тура сол кезде жалға береді екен. Бірақ бағасын қымбат етіп қояды. Неге деп сұрасаң, көбісі былай айтады: өйткені қазір нарықта солай болып тұр. Яғни қазіргі сезонда сондай болып тұр. Мысалы, бір бөлмелі пәтерлер 120 мың болып тұр. Болды, мен де 120 мыңға беремін деген сияқты. Бірақ оның пәтері 120 мыңға мүлдем сәйкес келмейді. Енді барлығы деп айтпаймын, әрине. Бірақ сондай жағдай өте көп болды. Сонымен біз осы өткен айда, қазан айында шамамен 10 күндей квартира іздедік. Іздедік дегенде квартиралар бар, бірақ өте қымбат. Біз ондай ақшаға квартира жалдай алмаймыз. Мысалы, бір бөлмелі пәтер 180-200 мың теңге сұрап тұр. Және ол орталықта емес, ол қаланың шетінде. Сонымен және бір таңқаларлық нәрсе, сенесіздер ме? Бір кіріші сайтқа кіріп қарап отырсақ, мысалы, бір 5 минут бұрын бір хабарландыру шығады: пәтер жалға беріледі деген. Біз пәтер иесіне хабарласамыз, пәтерді көрсек бола ма, қай уақытта көрейік, біз тіпті қазір барып көруге дайынбыз деген сияқты. Бірақ сол 5 минуттың ішінде басқа адамдар бізден бұрын хабарласып пәтерді көрмей жатып, ақшасын кигізіп, сразу сөйтіп алып қойып жатқан адамдар да болды. Яғни жаңа хабарландыру шығады, біз сол хабарландырудағы квартираны барып көріп үлгермейміз ғой, сенесіздер ме? Болмаса пәтер иесі айтады: кешке келіңдер, кешке көрсетемін дейді. Жарайды деп кешке барайын десе, немесе барып тұрсаң, квартираны беріп қойдық, өтіп кетті деп айтады. Болмаса тіпті мынандай да бір жағдай болды: кейбір адамдар хабарландыру шығарған, бірақ хабарлассаң жауап бермейді. Жауап берсе де біресе жауап береді, біресе жауап бермейді. Сондай бір әртүрлі жағдайлар болды. Сонымен осы квартираны таптық. Ақшасы кішкене көңілге қонымды. Әрі біз бір бөлмелі пәтер іздегенбіз. Кішкене біз бір бөлмелі пәтер іздегенбіз. Бұл 2 бөлмелі болды. Жарайды іздегенбіз деп бұйырғаны деп осында орналастық. Сонда да
баспанам бар, бірақ өзімнің баспанамда тұра алмай басқа қалада үй таппай сенделіп жүргенде енді бізге квартира алу керек, ақша жинап жатырмыз. Достар, сізден өтініш осы кімде қандай үй бар, немесе пәтер бар, кім қайда тұрады, соны жасай кетсеңіздер, ипотека арқылы алдыңыздар ма, қандай бағдарламамен алдыңыздар деген сияқты. Өйткені соңғы кезде бұл мәселе өте актуалды болып тұр. Ойлаймын, барлық адам ең бірінші пәтер алғысы келеді. Отбасылы адамдар болсын, студенттер болсын, барлығы. Достар, мен мына видеоны масканың соңына дейін түсіре алмайтын сияқтымын, өйткені небәрі 12 минут қана өтті. Әлі ұзақ ұстағым келіп тұр екен. Видеомен күшті болып жатыр. Сол айтайын дегенім комментарийға жаза кетіңіздер, ойларыңызды айтпақшы. Жаңа видео шығарамын. Ертең немесе арғы күні енді қолымнан келгенше жаңа видеолар шығарып отырамын. Мына петличка туралы айтпадым. Бұл петличканы барлық аса түсіретін адамдар қолданған екен. Кейбіреулерінен мен кеңес ретінде сұрадым. Не қолдансам болады, қандай петличка қолдансам болады деп, себебі именно петличка іздегенмін. Сонда осы петличканы мақтады, заказ беріп алдым. Бірақ бұл петличка несі ничего не жетті. Енді телефоныма сәйкес келмеген.